Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақта түгелсіздер ме? Отырыңыздар. Сабақта түгелсіздер ме? Кезекші кім бізде? Сабақта екі бала жоқ, олар аудан жарысы екі болады. Так, жарайды, жақсы. Бүгін сабағымыз ерекше сабақ. Олар біздің сабағымызға қонақтар қатысып отыр. Меніңше бүгінгі математика алгебра сабағына қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Ары қарай сабағымызды жалғастыру үшін балалар қазір екі топқа бөлінейік. Негізгі жақындап смет байшы бойынша екі топқа бөлінеміз. Көрсеткіштік теңсіктерге, логарифмдік теңсіктерге. Көрсеткіштік теңсік мына топ болады, логарифмдік теңсіктік екінші топқа бөлінесіздер. Так, балалар, сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін қазір орнымыздан тұрамыз. Сіздер биылғы жылы 11-ші сынып аяқтауына байланысты бір-біріңізге келешекте болашақта мамандықтарыңызды қандай мамандықта иесі болғыларыңыз келеді, яғни осы бүгінгі сабаққа ақ тілектеріңізді білдірсеңіздер. Так, бастаймыз. Осы топтан, бірінші топтан. Менің мамандығым дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Болғым келеді, иә? Жақсы, тамаша. Ал мен болашақта инженер болғым келеді. Жақсы. Ал мен шығыстар саласында жұмыс істегім келеді. Жақсы, тамаша. Ал мен дәрігер болып адамдар жақсы келеді. Жақсы, сәттіліктен болар. Келесі топ. Мен қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі болғым келеді. Мен математика пәнінің мұғалімі болуды қалаймын. Мен болашақта қазақ тілі пәнінің мұғалімі болғым келеді. Тамаша. Мен болашақта ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болғым келеді. Тамаша. Отырыңыздар, барлықтарыңыз аман есен оқуларыңызды ойларыңызды бітіріп, сол мамандардың иесі болуларыңызға ниеттестірмейінде. Ал енді балалар әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Бізде қазір балалар үй тапсырмасын тексеріп өтеміз. Мен сіздерге мынау бағалау парағын беремін. Сабақтың басынан аяғына дейін балалар ана дескриптор бойынша бағалар өтулеріңіз керек. Білесіздер, 10-дық балдық жүйе бізде, сондықтан да сабақтың басынан аяғына дейін 10-дық балдық жүйемен істейсіздер, бағалар өтесіздер. Қазір балалар, мен сіздерге сәйкестендіру стратегиясы бойынша толық жұмысты беремін. Осы тапсырмасы бойынша балалар сіздер сәйкестендірулеріңіз керек. Яғни тапсырмаға 2 минут уақыт беремін. Дайынсыздар ма? Енші мінекей салыстырамыз балалар. Қараңыздар, дұрыс орындадыңыздар ма? Дұрыс орындадыңыздар ма? Иә. Так, бағалаймыз. Топ бойынша енді мен сіздерге мынандай сұрақ қойып келіп отыр балалар. Биылғы жылы 11-ші сыныпта біз қандай теңсіктерді өткен едік? Иррационалдық теңсіктерді, көрсеткіштік теңсіктерді өттік. Яғни логарифмдік теңсіктерді біз өткен болғанбыз, иә? Енді қараңыздар, мұнда логарифмдік теңсіктерді шешудің қандай әдісі ұсынылып отыр мына кезде? Ауыстыру әдісі, одан кейін мынандай шешім бойынша, одан кейін анықтамасы бойынша, одан кейін потенциалдау әдісі, иә? Біз потенциалдау әдісін біз қарастырған болғанбыз, одан кейін қандай анықтамасы бойынша біз, иә? Анықтамасы бойынша біз қарастырған болғанбыз. Иә? Мұнда. Ендеше балалар бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Оқу мақсаты логарифмдік теңсіктер мен олардың жүйелерін шешу білу, иә? Так, енді қараңыздар. Бүгінгі сабақта біз балалар логарифмдік теңсіктерді шешу барысында біз қандай әдістерді қолдана білуіміз керек? Алмастыру және де потенциалдау тәсілін біз қолдана білуіміз керек. Яғни шешуде оны қолдануды, шешуде біз оны қолдана білуіміз керек болды. Ендеше біз қазір сіздерге мен келесі практикалық тапсырманы бергім келіп отыр. Мынадай тапсырма 2 нұсқаға бөлінген. Мұнда бұл балалар жұптық жұмыс болады. Мына топ бірінші нұсқасын орындайды. Мынау логарифмдік теңсіктер екінші нұсқасын орындайды.
Яғни, балалар, мына кезге дейін анықталу облысын табуда ауызша маған жауап бересіздер дағы, ал мына кезде қараңыздар, екі теңсіздік беріліп отыр. Осы екі теңсіздікті тақтада шығара білуіміз керек. Тақтада кім дайын тақтаға шығаруға екі теңсіздікті? Мына топтар. Сіз барыңыз. Екінші, Маржан. Қалғандарымыз ауызша жауап беруге дайындаламыз. Негізі бес болатын екісі мінус екінің логарифмі кіші нөлден. Қалғандарымыз ауызша жауап беруге дайындаламыз, балалар. Нұрғиса мен Маржан мына теңсіздіктерді пока шешкенше кәнекей жауап беруге дайынсыздар ма? Кім жауап береді? Бірінші топ, бірінші нұсқа бойынша. Кәнекей. Уақыт өтіп жатыр, кәнекей балалар. Және Ақнұр, Мейрамбек. Ақнұр жауап береді ме? Жақсы. Біріншісі бойынша. Біріншісі бойынша үшінші дәрежелі логарифмге x минус жиыны нөлден үлкен деп алып анықталу облысын табамыз. Жауабы қайсы болады? Жауабы x кіші жетіден болады. X кіші жетіден. Қараңыздар. Жақсы. Не себептен мына кезде x кіші жетіден болып тұр? Себебі 7 минус x-ті нөлден үлкен деп алғанда минус x минус 7-ден үлкен болады, ал оларды минустан басқа білгенде таңба керек таңбамыз керек. Жақсы. Қазір біз бір рефлексия өткізейік. Жақсы ма? Рефлексия өткізейік. Бүгінгі сабақта біз не білдік, не үйрендік, қандай қиындықтар туындады. Яғни әлі де біз не істеуіміз керек? Жақсы мына тақырыпты меңгеру үшін. Маған не қызықты болды, осы жайында бір-екі ауыз сөзбен егер айтып шықсаңыздар, және Бүгінгі сабақта біз логарифмдік теңсіздіктерді шешу әдістерін қарастырдық және үйрендік. Және маған бұл сабақ кішкене күрделірек болды, сол себепті қиындықтар туындады. Әсіресе жаңағы с деңгейін есептеуінде неліктен қалай бірден негізге келтірді деген сияқты, неліктен таңбалар өзгеріп кетті деген сияқты. Сол себепті әлі де үйде соларды қарастырып, тағы да әлі де жұмыстан өту керек. Жақсы, бізде әлі бір сабағымыз бар, иә? Яғни біз ары қарай оны біз меңгереміз, ары қарай бір сабағымыз бар, біз тағы бұл осы теңсіздіктерге қатысты біз есептерді шығарамыз. Тағы кім балғын? Бүгінгі сабақта мен үйрендім, логарифм тесттің негізгі қасиеттері туралы білдім және оларды тестті шешіп үйрендім. Қиындықтар туындады, практикалық тапсырманы тақтада оқыған кезде, функцияны дайындаған кезде сәл қиындықтар туындады және мен әлі де жұмыстаным керек, тақырыпты толықтай меңгеруім қажет. Және бүгін маған қызық болды, қасыңыз командамен жұмыс жасаған. Жақсы. Әр топтарыңыз бойынша қорғалар өтеміз балалар. Дайынсыздар ма? Бізде бірінші жайда 7 балл қойдық, себебі ол барлығын дұрысына жекелеп тапсырмада кішкене қиындықтар туындаған. Оны қалай шеше білдіңіздер? Ары қарай да түсіндіру жұмыстары болады. Иә, жұп арқылы, иә? Топ арқылы сіздер оны не істей білдіңіздер? Иә, оны талқыла көмектестіңіздер, иә? Жақсы. Келесі балында да 7 балл, себебі ода да кішкене логарифмнің қасиеттеріне байланысты қиындықтар туындаған. Ерболсындікі 8 балл қойдым, себебі ол жекелей Б деңгейінің тапсырмасында аралыққа салу әдісінде қиындықтар туындады. Так, жарайды, жақсы. Балалар, үй тапсырмасында балалар біз жаңаға шығарған, оқулықтан шығарған есептерді де сіздерге беріп отырмын. 26-да 4-нің екінші тапсырмасы, 26-да 7-нің үшінші тапсырмасы, сосын 26-да 12
12-ші, 3-ші тапсырмасын. Мынау тапсырмасын барлығымыз орындауға тырысамыз. Жасына. Так, енші сабақ аяқталды. Рахмет, сау, сәлеметті болыңыздар.